Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз 19-шы сабақпен танысамыз. Сәлем, сыныптастар. Мен соңғы демалысымда Қазақстанның Алматы қаласына турист ретінде бардым. Мен Алматының көрікті жерлерін араладым. Медеу мұз айдынына барып, тау арасындағы таза ауада демалдым. Шымбұлаққа көтеріліп, таудың әсем көрінісін тамашаладым. Сонымен қатар Көлсай мен Қапшағай көлдеріне экскурсия жасап, табиғаттың сұлулығын сезіндім. Бұл сапар маған жаңа әсер мен қуаныш сыйлады. Бір саяхатқа қандай көлікпен шығуға болады? Ұшақ алысқа жылдам жету үшін, пойыз ұзақ сапарда табиғатты тамашалау үшін ыңғайлы. Автобус қалалар арасы немесе турлық бағыттарда қолайлы. Көлік немесе велосипед жақын жерлерге саяхат жасауға жақсы. Екі қайда баруға болады? Тау мен табиғат. Алматы таулары, Шарын шатқалы, Көлсай көлдері. Мұражайлар мен тарихи орындар. Астанадағы ұлттық музей, Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Қалалық туризм. Алматы, Астана, Шымкент сияқты қалалар. Су айдындары. Бурабай, Қапшағай, Алакөл. Үш саяхатқа не қажет? Жеке заттар. Құжат, ақша, телефон, зарядтау құрылғысы. Тамақ және су. Жеңіл және ыңғайлы киім. Күннен қорғайтын крем, бас киім, көзілдірік. Алғашқы медициналық көмек жинағы. 4 турист қандай киім киюі тиіс? Жеңіл және ыңғайлы киім серуендеуге арналған. Сыртқы киім ауа райына байланысты, жаңбыр, су. Кроссовка немесе жеңіл аяқ киім ұзақ жүріс үшін. Қосымша. Күннен қорғайтын киім, көзілдірік, шляпа. 5 саяхатта қандай ережелерді сақтау керек? Табиғатты қорғау. Қоқыс тастамау, өсімдіктерді бұзбау. Қоғамдық орындарда тәртіп сақтау. Өз қауіпсіздігіңді сақтау. Белгіленген жолдардан шықпау. Жергілікті ережелерді сақтау. Мәдениет пен дәстүрді сыйлау. Төтенше жағдайларда көмек сұрау. Міндетті заттар, сіз міндетті түрде алуыңыз керек. Құжаттар. Паспорт, төлқұжат, жеке куәлік. Ақша және карта. Сапар үшін жеткілікті қаражат. Телефон және зарядтау құрылғысы. Тамақ және су. Жеңіл тағамдар. Бутылка су. Киім. Ауа райына сай, жеңіл және ыңғайлы киім, кроссовка, сыртқы киім, жаңбыр немесе суық болса. Медициналық жинақ. Дәрілер, пластыр, антисептик. Күннен қорғау. Крем, көзілдірік, бас киім. Қосымша заттар аса қажет емес, бірақ пайдалы болуы мүмкін. Фотоаппарат немесе GoPro. Кітап немесе журнал. Қолшатыр немесе шағын қалтадағы жауынгер киімі. Қосымша киім немесе шұлықтар. Ұялы банк пен қосымша Powerbank. Жеңіл жиналмалы сөмке, экскурсияға арналған. Сен. Сәлем. Сен саяхатқа шығуды ұнатасың ба? Парталасың. Иә, ұнатамын. Ал сен ше? Сен. Мен де. Мен армандайтын саяхатым Алматы тауларына экскурсияға бару. Тауға шығуды, таза ауада демалуды және табиғатты тамашалауды өте жақсы көремін. Парталасың. Қызық екен. Мен болса тарихи орындарға экскурсияға барғым келеді. Мұражайларды аралап қазақ тарихын көруді қалаймын. Сен. Дұрыс екен. Әркімнің арманы әр түрлі, бірақ саяхат бәрімізге жаңа әсер береді ғой. Парталасың. Иә, дұрыс айтасың. Ал келесі демалыста бірге бір экскурсияға барайық ба? Сен. Әрине, керемет идея. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.